Барлығыңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай жұмсақ, дәмді болып шығатын зебра пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, арасындағы жолағына дейін әдемі болып шыққан жақсы көтерілген пирогымыз. Ең әуелі ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және қантымызды салатын боламыз. Қантты бәрін бірден салып жібермеңіздер. Мен бұл жерде 3-ке бөліп салдым. Осы қантымыз бен жұмыртқамыз әппақ көбік болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Міне әппақ көбік болып шықты. Оның үстіне қаймағымызды саламыз. Бұл жерде кәдімгі дүкеннің 20%-лық қаймағы. Содан кейін үстіне ерітілген сармайымызды қосатын боламыз. Ал енді одан кейін ас содасын 1 шай қасық қосатын боламыз. Ұнымызға араластырып аламыз. Онда міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Сонда пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Онда да бірден салып жіберуге болмайды. Бөліп осылай салып араластырыңыздар. Міне бізде осындай жақсы қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды 2 бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігіне какао қосамыз. Мен бұл жерде 2 шай қасық қостым, бірақ кішкене аздау болып қалды. Сондықтан сіздер 3 шай қасық какао қоса беріңіздер. Осы кезде пешімізді 180-200 градусқа қыздырып қоятын боламыз алдын ала. Содан кейін қамырымызды осылай 2 ас қасықтан кезек-кезек құя отырып, барлығын осылай құйып алатын боламыз. Содан кейін осындай ағаш таяқшамен әдемі өрнектер салатын боламыз. Содан кейін қызып тұрған пешімізге жібереміз. Міне жақсы көтерілген жұмсақ пирогымыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ұнаған болса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.